Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қалған нандардан гренки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаймыз. Осылай өзіңіздің наныңыздың мөлшеріне қарай жұмыртқаны алып, кішкене тұз салып, бір келкі етіп араластырып аламыз. Сосын қызып тұрған майымызға нанымызды жұмыртқаға салып, осылай жақсылап араластырып алып, салатын боламыз. Бұл тез әрі оңай дайын болатын тағам.